Каналыма қош келдіңіздер. Қолдау ретінде подписаться батырмасын баса кетіңіз. Орта есеппен 28 жастан кейін адам қартая бастайды екен. Әрине, әдемілікті әжімге айырбастау кез келгеніміз үшін, әсіресе әйел заты үшін үлкен қорқынышпен тең. Самайын ақ басқанын, маңдайын әжім өрнектегенін көрген келіншектер күйзеліске түсетін көрінеді. Қартаюдың алдын ала алмаймыз. Бұл табиғи құбылыс. Ендеше ерте қартаймау үшін, қартаю процесін бәсеңдету үшін не істеуге болады? Әдетте қартаюдың алғашқы белгілері 25-30 жас аралығында біліне бастайды. Қартаюды бәсеңдету жолдары: бет терісіне дұрыс күтім жасауды қолға алу керек. Тазалау, косметикалық құралдар қолдану былай тұрсын, қажет болса, бетке массаж жасап тұрудың да маңызы мол. Сонымен қатар, күйзеліске түсіп, ашуға берілмеуге тырысу керек. Теріні тыныштандыратын, нәрлендіретін, тазартатын және тартатын косметикалық құралдар қолданыңыз. Кремдердің құрамында С дәруменінің болуына қадағалаңыз. Сонымен қатар, оттекті косметика қолданған жөн. Массажбен қатар пилинг, лифтингтің де көмегіне жүгініп көруге болады. Ерте қартаюдың бірден-бір себебі организмде судың жетіспеушілігі. Адам организміне тәулігіне 2-2,5 литр су қажет. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамға қажетті судың мөлшерін есептеп, 1 келі салмаққа 30 мл судан кететінін анықтады. Яғни салмағы 70 келі адамға тәулігіне 2 мл 100 мл су керек. Су не үшін қажет? Салмақ тастауға көмектеседі, қысымды реттейді, аллергияны бақылайды, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді, шаштың жылтыр болуын қамтамасыз етеді. Біз суды дұрыс ішкеннің арқасында барлық зат алмасу процестері, соның ішінде майдың ыдырауы жеделдетіледі. Егер сіз ағзаңызға қажетті мөлшерде су ішетін болсаңыз, метаболизм шамамен 3% жылдам жұмыс істейді. Яғни, осы пайызға байланысты адам жылдам салмақ тастайды. Бұл көп болмаса да күн сайын болатын процесс. Егер ағза сусандыратын, зардап шегетін болса, онда ол суды барлық мүмкін бұрыштарға жинауға кіріседі. Алдымен тамақ ішкіңіз келгенде бірден 1 стакан су ішіп, өзіңізге шағын тәжірибе жасап көріңіз. Мүмкін ағзаңыз осындай жолмен өзіне тамақ емес, су жетіспейтінін көрсеткісі келген шығар. Айта кету керек, диетологтар бәрінен де ең маңыздысы таңертең аш қарынға 1 стакан жылы су ішу керек дейді. Жарты сағат бұрын болмаса да, тамақтанудан кемінде 15 минут бұрын аш қарынға асықпай 1 стакан су ішу керек. Егер асқазанның қышқылдығы қалыпты болса, лимонның жартысын сығып суға қоссаңыз болады. Бұл зат алмасу процестерін жалпы бүкіл ағзаны оятуға көмектеседі. Өзіңді су ішуге мәжбүрлеу керек пе? Көптеген адамдар егер су ішкім келмесе, өзімді қинап іштіруім керек пе деп сұрайды. Мұндай кезде мамандар адам өзін қинауы керек екенін айтады. Жоқ, күшпен ештеңе істеудің қажеті жоқ. Тек бірте-бірте су ішуді үйрену керексіз. Бірақ үнемі су ішкісі келмейтін адамдар шөлдегендерін сезбей, ақырында олардың ағзасына су қажет деген түсінікті бұзылатынын ұмытпауымыз керек, дейді диетолог Людмила Денискина. Адамдар бұл кезде өздеріне есеп бермейді және жасы келе олардың ағзасы тұрақты созылмалы сусыздануға ұшырайды. Ауыздың құрғақ болуы сусызданудың соңғы белгісі, ондай кезде ағзада бұл сезім болмаса да, ол су тапшылығынан зардап шегеді. Сондықтан өзіңізді бастынан бастап су ішуге үйреткеніңіз жөн. Егер сіз өзіңізді жеткілікті мөлшерде су ішуге үйрете алмасаңыз, оны дәрі ретінде қабылдауға тырысыңыз. Өйткені адам дәріні маңызды екенін біле отырып, оны сағатқа қарап ішеді. Сондықтан суды да дәрі ретінде қабылдап ішкен дұрыс. Сіздерге бүгінгі тақырыптағы видеомыз ұнады деген үміттеміз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.